2023 жылы наурыз айында кедендік тексеру барысында Алматы қаласы бойынша мемлекеттік кірістер департаменті Жетісу кеден бекетінің лауазымды тұлғалары Алматы қаласы бойынша экономикалық тергеу департаментінің қызметкерлерімен бірлесіп, авиациялық көлік прокуратурасы бастамасымен Үндістаннан әкелінген контрабанданың жолын кесті. Таза салмағы 356 килограмм болатын 54.449 дана тағамға биологиялық белсенді қоспа деген атпен дайын дәрілік заттардың партиясы таблетка түрінде енгізуге тырысқан. Кедендік сараптама нәтижесінде мәлімделмеген тауар дәрілік зат болып табылып және терапевтік мақсаттарда пайдалануға арналғаны анықталды. Ол дозаланған дәрілік формада оралып бөлшек саудаға арналып келген. Жүргізілген есептеулерге сәйкес тауарлардың кедендік құны 43,4 миллион теңгені құрайды, ал бюджетке келтірілген шығын сомасы 5,2 миллион теңге. Сыртқы экономикалық қызметке қатысушысының іс-әрекетінде Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 234 бабында көзделген экономикалық контрабанда бұзушылық белгілері байқалады. Осыған байланысты материал шешім қабылдау үшін Алматы қаласы бойынша экономикалық тергеу департаментіне жіберілді. 2023 жылдың басынан бастап департамент кедендік тексеру нәтижелері бойынша кеден заңнамасының бұзудың 780 фактісін анықтады. Айыппұл сомасы 6,4 миллион теңгені құрайды. Қосымша 82,2 миллион теңге кедендік төлемдер мен салықтар есептеліп өндірілді. Алматы қаласы бойынша мемлекеттік кірістер департаменті Қазақстан Республикасындағы кедендік реттеу туралы Қазақстан Республикасы кодексінің 34 бабының 1 тармағына сәйкес Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағында әкелінетін тауарлар одақтық кедендік шекарасынан өткен кезден бастап кедендік бақылауда екенін еске салады.